Оразаға 5 күн қалды. 19 ақпан Рамазан оразасы басталады. Біз ораза ұстаған кезде бірінші ораза емес, бірінші тарауих намазына барамыз. Ол 18 ақпан күн батысыменен Рамазан айы кіреді, және де сол 18 ақпан кешкісін құптан намазынан кейін тарауих намаздары басталады. Тарауих намазына шамаңыз келгенше қари бар қатын түсірілетін мешітке барғаныңыз жөн. Өйткені бұл Рамазан айы Құран түскен ай болған соң, сол Құран түскен айда Құранды басынан аяғына дейін толық оқып шыққан жөн болады. Сол себепті тарауих намазына 8 ракағат емес, 20 ракағат қатыссаңыз, және де үзбей 30 күн бойы сол қариның артында 20 ракағат тұратын болсаңыз, сіз қаримен бірге Құранды басынан аяқ толық бітіріп шыққан болып саналасыз. Өйткені имамның оқығаны жамағаттың оқығаны болып саналады. Рахмет.